Әлеуметтік желілер мен бірнеше сайттан қазақ тілі орыс тілімен бір деңгейде ғарышта алғаш болған деген мәлімдемені жиі байқауға болады. Мұның қаншалықты рас екенін бірге тексерейік. Google кілт сөздер іздеу функциясы арқылы Казинформ мемлекеттік агенттігінің 2013 жылғы 8 қазандағы жаңалығын таптық. Онда қазғарыштың баспасөз қызметіне сілтеме жасалып, келесідей мәтін жазылған. Жолдастар, мына пакетті кім тапса жақын жердегі жергілікті советке табыс етілсін. Осылайша қазақ тілі орыс тілімен тең деңгейде ғарышта бірінші болды. Бұдан да тереңірек қазбалап көрген соң келесі деректі таптық. 2 жыл бұрын Пикабу сайтында жарияланған суретте Спутник 5 кеңестік ғарыш ақпаратымен ұшырылған ескі сарғайған қағазда қазақ және орыс тіліндегі мәтінді көруге болады. Көрме экспозициясындағы сурет мәтінде бұл белка мен стрелка ғарышқа ұшқан Спутник 5 хатынан деп жазылған. Суреттің түп нұсқасын іздеу барысында оның Америка мұражайында екенін анықтадық. Ол Спутник 5 ғарыш кемесімен жіберілген. Яғни қорытындылай келе Спутник 5 жазбасындағы қазақ тілі орыс тілімен тең деңгейде ғарышта алғаш болған тіл деп айта аламыз. Құрметті оқырман, видеоны бөлісіп, әлеуметтік желілерімізге пікір қалдырыңыздар.